Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте қарапайым, бірақ дәмі керемет сметаник дайындаймыз. Нәзік, жұмсақ, тіпті құрылымы чизкейкке ұқсайды. Видеоны қарамас бұрын каналыма тіркеліп алыңыз. Ендеше бастайық. Ең алдымен жұмыртқаны жарып, осылай үстіне қант қойысып, венчиктің көмегімен қантымыз ерігенше араластырып алатын боламыз. Енді үстіне бөлме температурасындағы сары майымызды қосып, тағы да венчикпен араластырып аламыз. Енді електен өткізілген ұнымыздың үстіне осылай бір шай қасық разрах етелімізді қосып, жұмсақ қамыр илеп аламыз, қолға жабыспайтындай етіп. Неге дайын болған қамырымызды осылай мешокқа салып, морозильникке 20 минутқа қойып қоямыз. Енді начинкасын дайындау үшін осылай 2 жұмыртқаға қантымызды қосып, осылай қантымыз ерігенше миксерлейтін боламыз. Оның үстіне сметанымызды қосып, оның үстіне тағы да кукурузный крахмалды қосып, барлығын миксермен жақсылап араластырып аламыз. Неге біз начинкамыз дайын болды. Енді 20 минуттан кейін жаңа қамырымызды алып, осылай пергамент қағазын төсеп формамызға қолымызбен осылай жайып шығатын боламыз. Барлығын тегіс етіп, бірдей етіп жайып аламыз. Барлығын жайып болғаннан кейін, осылай шанышқының көмегімен барлық жерін тесіп алатын боламыз. Піскен кезде барлығы пісу үшін. Енді үстіне начинкасын құйып, қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минутта пісіріп аламыз. Неге біздің дәмі керемет, өте нәзік сметанигіміз дайын болды. Сіздер де міндетті түрде осы рецепт бойынша жақыныңызға дайындап көріңіздер. Қалай шыққанын пікірге жазуды ұмытпаңыз. Осындай қарапайым әрі дәмді тағамдар рецепті керек болса, каналыма жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Келесі видеом сіздерге міндетті түрде көрінетін болады. Келесі видеода кездескенше аман болыңыздар, ас болсын.